Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге күлше нан дайындайтын боламыз. Қамыры жұмсақ болып, жақсы көтеріліп шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Қамырына керекті заттар: жылы сүт, су, тұз, ашытқы, сұйық май және ұн. Ең алдымен ыдысқа жылы сүт пен суды құямыз. Үстіне сұйық май, тұз саламыз да жақсылап венчикпен араластырамыз. Одан соң үстіне кішкене ұн салып араластырамыз. Ашытқыны саламыз. Содан кейін жаймендеп қалған ұнды қоса отырып қамыр илейміз. Көп қатты қылып баспаңыз. Осыны жылы жерге 1 сағатқа көтерілуге қоямыз. Міне бізде 1 сағат өтті. Күлше нанды әр қайсысын 100 граммнан бөлеміз. Противеньге пергамент қағазын жайып, дөңгелек қылып алып қоямыз. Арасын кішкене ашып қойыңыз. Содан соң тағы да жылы жерге 15 минутқа бетін орамалмен жауып қоямыз. Мінекей, нанымыз көтерілді. Енді осылайша ортасын басып жібереміз. Шанышқымен тесіп, үстіне жұмыртқа жағамыз. Күнжіт жебуге болады. Әрине, бұл өз қалауыңызша, маңызды емес. Осыны қызып тұрған пеште 200 градуста 20 минут пісіреміз. 20 минуттан артық ұстасаңыз, наныңыз қатты болып кетеді. Мінекей, күлше нанымыз дайын болды. Жұмсақ болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын.